Сәлем достары, Жүсіп алейхиссалам туралы Құран кәрімде жеке сүре бар. Ол қасиетті кітапта баяндалатын барлық қиссалардың ең көркемі делінген. Біз бүгін сіздерге Жүсіп алейхиссалам жайлы айтатын боламыз. Жүсіп алейхиссаламның 11 ағасы болған. Олардың ішінде Жүсіп алейхиссалам ең кішісі болды. Жүсіп алейхиссалам өте сүйкімді бала болған. Сондықтан оның әкесі Жақып алейхиссалам оны қатты жақсы көретін. Бірақ та Жүсіп алейхиссаламның 11 ағалары қызғана бастаған және Жүсіп алейхиссаламның құтылудың жолдарын іздейді. Бірде ағалары әкесі Жақып алейхиссаламға барып былай айтады: Жүсіп алейхиссалам ер жетті, бізбен ойын сауық құруға бірге жүрсінші дейді. Ал әкесі баруға рұқсат береді, бірақ келіскеніне іштей өкінеді. Сөйтіп ағалары Жүсіп алейхиссаламды алып кетеді де, жолдың ортасында оны арлы-берлі жұлқылап, ұрып соғып тепкілейді. Сосын араларынан ең үлкені шығып, тоқтаңдар, былай ұрғандарыңнан дым шықпайды, одан да оны құдыққа тастай салайық дейді. Сол кезде Жүсіп алейхиссаламды құдыққа лақтырып, бір қасқырды ұстап алып әкесіне: "Міне, Жүсіп алейхиссаламды қасқыр жеді" деп айтады. Ал әкесі Жақып алейхиссалам олардың өтірік айтып тұрғандарын сезіп, Алладан қасқырдың сөйлеуін сұрайды. Қасқыр кенеттен сөйлеп мына сөзді айтады: "Менің денем оған тиген де жоқ" дейді. Ал Жүсіп алейхиссаламға келетін болсақ, Алла тағала судан шығарып, құдықтың ішіндегі бос жерге шығарады. Хазіреті Жүсіп алейхиссалам құдықтың ішінде 3 күн, 3 түн жатады. Осы уақыт ішінде тек қара сумен ғана қоректенеді. Жүсіп алейхиссалам бұл кезде әлі де бала болса да сабырлықпен төзе білген. 3 күннен соң Мысыр еліне қарай бет алған керуен осы құдықтың қасына келіп тоқтайды. Керуен басы бір адамын дереу суға жұмсайды. Әлгі адам құдыққа келіп, шелегін тастап жіберіп қайта тартқанда салмағы едәуір ауыр сезіледі. Әлгі адам шелек суға толды екен деп ойлап, бар күшін жинап тартқанда шелекпен бірге жас баланың шыға келгенін көріп, бір жағынан қатты таңырқап, бір жағынан қатты қуанып кетеді. Сүйінші, бұл бала ғой деп айқайлап жібереді. Ол баланы алып керуен басына тапсырады. Ал керуен басы баланы өздерімен бірге алып Мысыр еліне қарай қайтадан сапарын жалғастырады. Керуен көп ұзамай Мысырға келеді. Қалада арнайы құл базары бар болатын. Керуен иелері осы құл базарының қайнаған ортасына бала Жүсіпті сатуға қояды. Сол кезде Мысыр еліндегі жоғары лауазымды Ақсүйек Кетфир деген кісі баланы сатып алмақшы болып, сол базарға барған болатын. Ол үйленгелі бері көп жыл өтсе де, әйелі Зылиха әлі бала көтермеген еді. Олар базардан өздеріне әрі бала, әрі қызметші ретінде Жүсіпті лайық деп табады. Керуен иелері Жүсіп алейхиссаламды оған болмашы ақшаға сатып жібереді. Ол баланы үйіне алып келіп, Зылихадан сүйінші сұрап жатып, бұған жақсылап қара, кім біледі, күндердің күнінде бізге қатты бауыр басып, баламыз болып кетуі де мүмкін дейді. Хазіреті Жүсіп алейхиссалам балиғат жасқа толады. Хақ тағала оған ілім мен хикметті, түс шору ілімін үйретті. Бірақ Жүсіп алейхиссалам Зылиханың кесірінен түрмеге түседі.
бірде бір жігіт Жүсіп алейхисаламнан менің түсімді жорып берші деп сұрайды. Менің түсімде төбемен нан көтеріп жүр екенмін, оны құстар шоқып жеп жүр екен дейді. Ал Жүсіп алейхисалам былай айтады: сенің өлімің өте ауыр болады және өлерде сенің басыңды құстар шоқып жейді дейді. Бір күні патша түс көреді. Ол түсін уәзірлеріне айтып, түсімде 7 семіз сиырды, 7 арық сиыр жеп жатқанын және 7 жасыл сабақ пен 7 қураған сабақты көрдім. Қане, осы түсімді жорып беріңдер дейді. Уәзірлері оның түсін жори алмай, патшам, түс түлкінің боғы емес пе деген. Бұл көрген түсіңізді шым-шытырық мәнсіз түс екен деген. Осы уақытта Жәбірейіл періште Жүсіп алейхисаламға келіп, жақында түрмеден шығасын және ел билейсін деген. Ал ханның түсіне келетін болсақ, түсті Жүсіп алейхисаламға жорытады. Ал Жүсіп алейхисалам былай айтады: 7 жыл әдеттегінше егін егесіңдер, бірақ аздап жейтіндерін ғана алып, қалғанын сабағымен сақтап қоярсыңдар. Тағы бұдан кейін 7 жыл қуаңшылық болады. Сол кезде тұқымға ғана аздап алып, сақтап бұрынғы жинағандарыңды түгелмен жейсіңдер. Ал бұдан кейін молшылық 1 жыл келеді. Ол кезде халық жауынға қарық болады. Жемістердің суын сығып, малдарды сауады дейді. Ал мұны естіген хан Жүсіп алейхисаламға таң қалып билікке отырғызады. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер де сіздерге осы видео ұнаса, дәл қазір лайк басып, арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сол кезде біздің осындай қызықты видеоларымызды ешқашанда жіберіп алмайсыздар. Ендеше сіздермен бірге болған мен Райымқұл Абдулнұрхамит. Қызықты мәліметтер арнасы, сау болыңыздар.